Сәлеметсіз бе, Жанар ханым? Дауысыңыз шықпай тұр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Жанар ханым? Қалыңыз қалай? Естіліп тұр ғой, жақсы. Естілді, өте жақсы. Уақытыңызды алсам кешірім сұраймын. Жоқ. Біздің жалпы каналдың мақсаты басқару канал дейді. Яғни еліміздегі жалпы қоғамдық процестердегі басқару мәселесі, өздеріңіз білесіздер енді, сіз бен біз қазір мен өзім үкіметтік емес ұйымның өкілі ретінде, сіздер осы саланы реттеуші ұйым ретінде осы төңіректе әңгіме қозғасақ, жалпы қазіргі таңда цифрға жүгініп жатсақ, бізде үкіметтік емес ұйымдар өте көп мемлекеттің біріміз, егер адам басына шаққан кезде, қателеспесем, 21 мыңдай дейді, бірақ халықтың арасында көп жүрсек, бізде көбінесе аббревиатура бар ғой, НПО дегенді көбісі түсіне бермейді. Үкіметтік емес ұйым дегенді. Бізде көбінесе үкіметтік емес ұйым деп жаңағы қорлар мен қоғамдық бірлестіктерді айтады ғой. Қоғамдық қор деп айтқан кезде көбінесе барлығына қайырымдылық қорлар ғана естеріне түседі. Ал мемлекетті басқару процесіне қатысып жүрген көптеген белді ұйымдар кейде шет қалып жатады, ол туралы көбісі біле бермейді ел ішінде. Мәселе бұл жерде мен ойымша сол үкіметтік емес ұйымдарының өздерінің жалпы мынау пиар технологиясындағы әлсіздігі шығар деп ойлаймын. Немесе кейде ойлаймын, мемлекеттік реттеу құралдарында бір нәрсе жетіспейтін шығармыз деп ойлаймыз. Өйткені мен байқағаным, біз үкіметтік емес ұйымдармен көп пікірлесіп жатқан кезде, тіпті сол осы салада жүрген үкіметтік емес ұйымдардың өзі көбінесе мемлекеттік құралдарды, мемлекеттік басқаруға қатысудағы құралдарды көбінесе біле бермейді екен. Енді бізде эфир 30 минутқа созылды, сол себептен негізгі мемлекеттік басқаруға қатысудағы үкіметтік емес ұйымдардың рөлімен және қазіргі қолданыстағы құралдар туралы әңгімелессек, енді сізді таныстырып өтсем, Жанар ханым деп айттым, сіздің фамилияңызды білмейді екенмін. Әлжанова Жанаргүл Балғабекқызы. Мен осында азаматтық қоғам істері комитетінде қоғамдық кеңестермен жұмыс жөніндегі басқарманың басшысы болып қызмет етемін. Осыған дейін енді бұл басқарма жаңадан ашылды деуге болады. Өйткені оның алдында біз азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-қимыл басқармасы болып саналған болатынбыз. Бірақ та қазіргі таңда енді қоғамдық кеңестердің рөлі күннен күнге артуда ғой. Сондықтан осындай енді штаттық кестеге өзгерістер енгізіліп, біз қайта құрылған болатынбыз. Сол басқармада басшылық жасаймын. Енді сіз қозғаған тақырып өте көкейкесті болып табылады. Өйткені қазіргі таңда шын айту керек, біз енді үкіметтік емес ұйымдарды енді жалпы бұл азаматтық қоғам өкілдерінің сол мемлекеттік басқару ісіне қатысуы, өйткені енді әр азаматтың парызы, борышы деп білеміз ғой, міндеті деп. Сондықтан рөлі ерекше, бірақ та осы мүмкіндікті енді әр азамат бүгінгі таңда қандай нақты деңгейде қолдана ма, ол енді ол тағы бір басқа әңгіме. Өйткені бұған мүмкін кәсіптік кей кезде жеткіліксіз бізде, біліктілік мүмкін. Бірақ та осы бағытта енді осы азаматтардың жалпы құқықтық сауаттылығын арттыру, оларға осы мемлекеттік басқару ісіне қандай тәсілмен қатысу керек, жалпы соларға мысалға енді тікелей өздеріне нақты қандай көмек жасалу керек, осының барлығы бізде үкіметтік емес ұйымдардың солардың қызметі арқылы, яғни мемлекет соған қол жеткізеді. Енді сол үшін ғой әлеуметтік жобалар жоспарланады. Сол енді тұрғындар арасындағы нағыз енді көкейкесті нағыз сол жерге сізді сөзіңізді бөліп жіберейін. Бұлай түсінікті болу үшін, жалпы бізде азаматтық қоғам деген ол
енді тұжырымдамасы бар, бірақ кейде оны абстрактты болып түсініктейді, нақты несі жоқ, институт ретінде қалыптаса да, оның әркім әртүрлі түсінігін береді. Азаматтық қоғам дегенде көбісі мемлекеттік органдардан бөлек, бір тек қана үкіметтік емес ұйымдарды ғана айтып жатады. Ол кең ұғым былай қарап отырса. Енді азаматтық қоғамның үкіметтік емес ұйымдар локомотиві деп айтуға бола ма қазіргі таңда? Азаматтық қоғамды алға жылжытушы күш ретінде. Иә, Иә. Енді үкіметтік емес ұйымдар. иә, Иә, әрине. ал үкіметтік емес ұйымдар, сіздер қазіргі таңда мынау көрермендерге түсінікті болсын, сіздер ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің азаматтық қоғам комитетісіздер. Иә, қоғам Иә. істері Иә. комитеті. Сіздер осы үкіметтік емес ұйымды, жалпы азаматтық қоғамды дамытушы, бірақ соның ішіне үкіметтік емес ұйымдардың әлеуетін көтеруде бағытында қызмет жасайсыздар. Иә. Енді Дұрыс. мен өткенде бір форумдарда да айттым, жалпы мынау Орта Азия мемлекеттерімен қараған кезде, мүмкін мен де қателесетін шығармын, жалпы мынау мемлекеттік қолдаудың екі түрі бар ғой, қаржылай және қаржылық емес дейді. Сол Иә. жағдайда біз көп жағдайда алға кеткен екенбіз. Мен соған көзім жетті. Мынау өзіміздің Орта Азияда мемлекеттен қараған кезде, өйткені саны жағынан да сапа жағында үлкен көп. Дегенмен бізге қазіргі таңда мынау құралдар бар ғой, действующий дейді ғой, қолданыста құралдар. Солар туралы сіздің енді құзыретіңіз шегіңізде ғана айтасыз ғой, былай енді жеке мнениеңіз. Жалпы қазіргі таңда қандай құралдар бар? Вот үкіметтік емес ұйымдардың мемлекеттік басқаруға қатысудағы қандай негізгі құралдар, сол туралы айтып өтесіз? Мен бірінші құрал, енді өзіңіз қоғамдық кеңесті, ол да құрал ғой негізі. Негізі иә, сол тетіктерінің бірі болып табылады ғой сол. Ең бастысы енді қоғамдық кеңес, жалпы, бірақ та қоғамдық кеңестердің құрамында үкіметтік емес ұйымдар тікелей, ол тек қана үкіметтік емес ұйымдардан тұрмайды ғой. Сондықтан жалпы мемлекеттік басқару ісіндегі үкіметтік емес ұйымдардың енді басты құралы ретінде бұл әрине әлеуметтік жобалар. Сол әлеуметтік жобаларды енді ол грант түрінде болса да, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс түрінде болса да, оның ең басты мақсаты сол мысалға мемлекеттің қолы жетпейтін жерге тікелей жұмыс жасауға бұл үкіметтік емес ұйымды тартады. Сол үшін Мысалы, қандай үкіметтік тақырыптарда болады? Мысалы, қандай мәселелерде? Енді бұл туралы бізде мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы заңда 16 бағыт қарастырылған, жалпы заң жүзінде. Осы 16 бағыт бойынша түрлі әлеуметтік жобалар жоспарланады. Олар енді қандай түрде болады? Екі түрде қазір қаржылық қолдау үкіметтік емес ұйымдарға қарастырылған. Бұл мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, екіншісі гранттық қаржыландыру. Енді гранттық қаржыландыру біздің елімізде 16-шы жылдан бастап енгізілді. Бұл да біздің айтамыз енді жалпы орталық Азия елдеріндегі ішіндегі біз жаңа өзіңіз айттыңыз, көшбасшымыз, иә. Өйткені жылдан жылға мысалға үкіметтік емес ұйымдарға қаржылық көмек көрсету деңгейі артып келеді. Енді қазіргі таңда біздің жалпы алға қойған мақсатымыз бұл үкіметтік емес ұйымдардың кәсіптілігін, яғни біліктілігін арттыру мәселесі. Өйткені егер ең бастысы бізде әлеуметтік жобалардың әртүрлі болғанымен, оларды мысалға іске асыру деңгейі арта түсуде. Өйткені үкіметтік емес ұйымдар жаңа айтып отырсыз ғой, күннен күнге саны өсіп келе жатыр, сонымен бірге оның сапалық жағына да қойылатын талап күннен күнге өсуде. Мысалға, егер 16-шы жылы іске асырылатын жобалар мен қазіргі таңда іске асырылатын жобалардың айырмашылығы бір басқа. Өйткені қазір енді сарапшылар да тартылады, сонымен қатар оның үстіне бақылау жасалады. Бақылауды өзінде сарапшылар тарапынан жасалады. Мысалға, өзіңізде бірнеше жобаға бақылау жасап жүрсіз ғой, мысалға. Иә. Сондықтан осы тұрғыда жалпы жұмысты жалғастырылуда, мысалға,
сол үшін академия НПО деген құрылған болатын, үкіметтік емес ұйымдарға арналған академия. Сонымен қатар енді біз мында мемлекеттік басқару академиясымен де бірлесіп, биыл жылы оларға арнайы ұсыныс түсті біздің министрліктің атынан, сондай курстар қарастырылса деп, үкіметтік емес ұйымдар Мемлекеттік басқарушыларға ғой, мемлекеттік басқарушыларға. Өйткені енді шынын айту керек, мысалға грантты қаржыландыру тек қана біздің министрлік тарапынан жасалады, өйткені бізде енді азаматтық бастамаларды қолдау орталығы ғой. Бірақ та мысалға заң жүзінде бұл басқа министрліктерге ешқандай кедергі жоқ. Олар да осындай гранттық жобаларды жоспарлай алады, арнайы оған тиісті ақша бөліп, мысалға енді сол құқықтары бар, бірақ олардың құқықтары бар, бірақ міндеттері жоқ. Міндеттері жоқ, но осы бағытта біздің министрлік жұмыс жасап жатырмыз енді. Міндеттеу бойынша. Міндеттеу бойынша, иә. Анар ханым, Былтыр мысалға заңға енгізілді бір өзгеріс, бұл стратегиялық әріптестік ретінде. Мүмкін осы бағытта тоже жұмыс жалғасады. Ол да енді үкіметтік емес ұйымдар арқылы жұмыс жасалады ғой. Яғни әрбір министр. Жанар ханым, құқықтық правовом поле дейді ғой. Бізде ең үлкен реттеуші күш ол қазіргі қоғамдық кеңестер. Оны біреу білсе, көбісі біле бермейді елді мекендерде. Бізде мемлекеттік басқару деңгейінде көбінесе біз маслихатпен, әкімдікпен шектеледі ғой. Бірақ қарап отырсақ, қоғамдық кеңесінде қазіргі таңда біраз әсер ету функциясы, күші бар қоғамдық кеңестердің. Енді мен қателеспесем, қоғамдық кеңестерде бір арнайы квота бөлінген ғой, үкіметтік емес ұйымдарға қалыптастыру кезінде. Онда былай айтайық, енді жалпы қоғамдық кеңестер бұл консультативтік кеңесші орган болып табылады. Ол жергілікті деңгейде маслихаттардың қатысуымен, ал республикалық деңгейде республикалық мемлекеттік органдардың қатысуымен құрастырылады. Енді оның жалпы міндеті бойынша, мысалға көбінесе енді әртүрлі ой болады тұрғындар арасында, бірақ та жалпы республика бойынша 258 ғана қоғамдық кеңес бар. Бұл өте енді аз ба? Көп емес қой. Аз, бірақ та ол мемлекеттік органдардың санына тәуелді болып, сондықтан да ол 258. Сонымен қатар оның құрамында қоғамдық кеңес мүшелері жалпы азаматтардың ішінен 4000-ға жуық азамат қоғамдық кеңес құрамына енеді. Сонымен бірге, мысалға, көбінесе мына бұқаралық ақпарат құралдарында да, мысалы, әлеуметтік желілерде көптеген жазбалар кездеседі, мысалға, бізде қоғамдық кеңес бар, олар немен айналысады, біз білмейміз деп. Бірақ та қоғамдық кеңестің жұмысы, оның міндеттері, өкілеттіліктері ол заң жүзінде нақты белгіленген. Қоғамдық кеңес туралы заңда. Қоғамдық бақылаудың 4 түрін іске асырады. Бірақ та ал егер мысалға сіз қоғамдық кеңес құрамына енетін болсаңыз, онда сіз жұмыс істеп жатқан жұмысыңыздың көптігінің соншалықты, кей кезде мысалға қоғамдық кеңес мүшелері айтады, мынау менің негізгі жұмысымнан да көп болып кетті ғой деп. Ал бұл жалпы енді төленбейтін қызмет қой. Қоғамдық үстеме жұмыс қой ол. Өйткені әр адамның енді өзінің жұмысы бар, ол тек қана бос уақытта ғана өзінің қоғамдық міндеттемесі. Енді сондықтан болар, кей кезде мысалға мүмкін ол ақпараттандыру, өзіміз ойлаймыз енді бұл ақпараттандырудың несі шығар деп, жеткіліксіздігі шығар деп. Но бірақ та биыл мысалға 2 жыл болды уже мемлекет басшысына қоғамдық кеңестердің жұмысы туралы баяндама енгізіледі ғой. Сол баяндама аясында жасалған зерттеулер бойынша, мысалға, сол ақпараттандырудың енді жылдан жылға өсіп келе жатқаны байқалады. Бірақ та енді ол дәл үлкен деңгейде емес. Сонда да бәрібір қазір кейбір қоғамдық кеңестер енді дәл бұрынғыдай, бұрын айтушы еді, карманный деп, әртүрлі енді ылғи зейнеткерлердің несі деп. Қазір ондай емес, өйткені сапасы да несі өзгере бастады. Өйткені қазір мысалға 3-ші құрам жұмыс істейді, олар құрылғаннан бастап. Өйткені әрбір қоғамдық кеңестің енді
өкілеттілігінің жұмыс мерзімі 3 жыл ғой. Қазір енді 3-ші құрам жұмыс істеуде, құрамында әртүрлі санаттағы адамдар бар, азаматтық қоғам белсенділері. Мысалға, жаңа сіз айттыңыз, үкіметтік емес ұйымдардың квотасы бар ма деп. Квота негізінде жоқ. Заңда былай деп жазылған. Қоғамдық кеңестің құрамында кемінде 3-тен 2-сі азаматтық қоғам өкілдері болу керек. 3-тен 2-сі азаматтық қоғам өкілдері болуға тиісті деп. Яғни бұл ең төменгі деңгейі. Сондықтан осы заңды біз енді арнайы түсініктеме, әдістемелік нұсқаулықтар жаздық. Сонымен бірге түсіндіру жұмыстарын өткіздік. Сондықтан болар, қазіргі таңда мысалға көптеген 10% болып табылады, жалпы 258-дің ішінен 10%-ға жуық қоғамдық кеңестерде олар тек қана азаматтық қоғам өкілдерінен тұрады. Мысалға енді өткен айда біздің министрліктің қоғамдық кеңесі қалыптастырылды, 21 адамнан тұрады, оның 21-і де азаматтық қоғам өкілдері. Яғни оның құрамында не министр, не вице-министр жоқ, вице-министр тек қана... Бұлай ғой, Жанар ханым, қазір азаматтық қоғамның түсініктемесін талқылай келсек, ол жалпы оның түбіне жетпейміз. Бұл жерде былай ғой, яғни как заңды тұлға ретінде тіркелген үкіметтік емес ұйымдар ғана емес, бұл жерде жеке қоғам белсенділері де қатысады. Жеке қоғам белсенділері де қатыса алады, конкурстық негізде. Оны білем, мен өзім қатысқам осы неге, сараптама комиссиясы ретінде министрліктің. Өзіміз сұрақ қойып, жұмыс тобында. Енді қараңыз, бізде қазіргі тақырыбымыз өзегі үкіметтік емес ұйымдардың қандай құралдар бар ғой, жалпы мемлекеттік басқаруға қатысуға. Бұл бірінші кезекте біз қоғамдық кеңес дедік. Бірақ қоғамдық кеңес қазіргі таңда бұл консультациялық кеңес. Яғни олардың ұсыныстары мен шешімдері әр кез қабылдана беруі міндетті емес. Міндетті емес, өйткені ұсынымдар негізінде беріледі. Енді мені мүмкін түзетіп жібересіз, мен мынандайға тоқтағыма келгім келеді, жалпы қазіргі таңда үкіметтік емес ұйымдарға ешқандай тосқауылы жоқ. Жалпы азаматтарға мемлекеттік басқаруға қатысуға ешқандай тосқауыл жоқ. Ол де юре жаңағындай арнайы хат жазу арқылы мәлімдеме сұрастыруға сөйтіп әртүрлі қарастырған жалпы азаматтарға. Бірақ мен өзім ойлаймын, жалпы мынау қазіргі қаржыландыру арқылы мемлекет үкіметтік емес ұйымдарды жаңағы әлеуметтік тапсырыс, гранттар арқылы мемлекеттік басқаруға тартып отыр. Солай ғой, негізгі. Жаңағы 16 бағыт бар ғой, 16 бағыттың бәрі қоғамдық процестер. Енді әрине үкіметтік емес ұйымдардың барлығы ол қаржылық көмекті ала алмаса да, бірақ қазіргі таңда бұл бізді негізгі құрал деп айтуға бола ма осы құралдарды? Қаржыландыру көздерін айтасыз ба? Грант пен әлеуметтік тапсырыстарды іске асыруға қатыстыру арқылы үкіметтік емес ұйымдарды. Бұл негізгі құрал ма, әлде бұл негізгісіне жатпайды, бұдан да басқа негізгісі бар деп айта аласыз ба? Бұл негізгі болып табылмайды, сол енді бұлар негізгілердің бірі болып табылады. Екіншісі жаңа қоғамдық кеңестерден басқа, мысалға ұлттық құрылтай бар бізде, жалпы кез келген тәуелсіз кеңесшілер бар қазір. Сондықтан ондай нелер көп қой. Жалпы заң қабылдау процесіне қатыса ала ма қазіргі ұйымдар? Заң қабылдау процесіне кез келген адам қатыса алады ғой, енді ашық НПА бар ғой, нормативтік құқықтарды қарастыру кезінде. Сондықтан қазіргі таңда ешқандай тосқауыл жоқ, менің ойымша. Өйткені осы Конституцияның 30-ші бабы бойынша енді кез келген азамат міндетті түрде осы қатыса алады мемлекеттік басқаруға. Тек қана өзінің осыған қатысам деген ықыласы, не болмаса біліктілігі болса, енді қатысу жолын көріп тұрса, онда барлық мүмкіндік берілген. Сонымен жалпы енді ең үлкен мүмкіндіктерінің бірі, мысалға жинақтап, осы биыл қоғамдық бақылау туралы заң қабылданды ғой. Ол апрельден бастап, келесі жылы сәуір айынан бастап іске асырылады. Оның енді 6 айға шегерілгені, өйткені петициялар бойынша жалпы қондырғылар түгелі қазір іске асырылып жатыр енді. Өйткені қосалқы заңда петиция институты бірге
енгізіледі ғой мемлекеттік деңгейде реттеу бойынша. Сол қоғамдық бақылау заң жобасы да жалпы қазір азаматтарға нақтылайды, қай жағдайда олар қатыса алатын. Мысалға, қоғамдық бақылау топтарын құру мүмкіндігі беріледі. Жалпы қалай ол қоғамдық бақылау жүргізіледі, соның нақты ұғымдарын түгелін осы заңда берілген. Сондықтан келесі жылы енді түсіндіру жұмыстары жүргізілетін болады біздің тарапымыздан. Ол Тағы өте да сол маңызды үкіметтік емес. заңдардың бірі негізі. Оны мен өте жақсы таныспын. Бұл да енді мемлекеттік басқару ісіне тек қана үкіметтік емес ұйымдарды емес, сонымен бірге кез келген азаматтың қатысуына жағдай жасайтын енді жағдай тудырған заң. кең тұрғыда қарастырылатын заң ғой. Бұл тек қана үкіметтік емес ұйымдар. Енді Жанархан, вот қараңызшы, бізде қазір уақыт та азайды. Жалпы бізде қазіргі енді 20 өңір бар ғой, жаңағы республикалық қала бәрін қосқан кезде аудандар бар, ауылдар бар. Қазіргі аудандарда да ауылдық деңгейде де құрылған үкіметтік емес ұйымдар бар. Ол әртүрлі қор болуы мүмкін, бірлестіктер болуы мүмкін, әртүрлі бағытта әрекет ететін де ұйымдар көп бізде. Жаңағы әйелдер мәселесі, жастар мәселесі. Енді осы жалпы бүкіл ұйымның басын қосатын қазіргі таңда қандай құрал бар? Қандай ақпараттық бізде кеңістік бар жалпы министрліктің тарапынан қарастырылған, қала барлығын біріктіретін, барлығы бір жерден ақпарат ала алатын сондай бір платформа ма, бір әлде орталық ұйымдар бар ма қазіргі таңда? Енді дәл ондай ақпараттық платформа жоқ ондай. Өйткені жалпы ақпараттар түгелі енді біздің мына азаматтық бастамаларды қолдау орталығы, сонымен қатар қазір бізде енді үлкен осы үкіметтік емес ұйымдардың бірлестіктері бар ғой. Соның ішінде мысалға гражданский альянс, азаматтық альянс, ол сол ұйымдардың бірі болып табылады. Содан кейін мысалға әрбір салада өзінің бірлестіктер бар ғой, үлкен бірлестіктер, үкіметтік емес ұйымдардың. Солар арқылы ақпарат алынады. Сонымен қатар жалпы біздің енді біз уәкілетті орган болып табылғандықтан, жалпы мысалға өңірлерге берген ұсыныстарымыз бойынша әрбір өңірде бізде басқармалар бар. Енді әр жерде әртүрлі аталады. Мысалға үкіметтік емес ұйымдардың үйі бар, мысалға Қостанай облысында. Олар сол жерден қажетті ақпараттар, консультациялық кеңестерді түгелін сол жерден алады. Қалған жерлерде мысалға ресурстық орталықтар, солай әртүрлі жерлерде солай әртүрлі неткен, әртүрлі ұйымдастыру сипатында құрылған. Енді сонымен қатар бізде әрбір өңірде нелер бар ғой, үйлестіру кеңестері бар, үкіметтік емес ұйымдарымен жұмысшы. Солар арқылы әртүрлі ақпараттық енді ол жаңа әкімдік жанындағы, көмек алады. Әкімдік жанындағы. Содан кейін ең басты үлкен диалог алаңдарының бірі бұл 2 жылда бір өтетін біздің азаматтық форум алаңы. Биылғы жылы өзіңіз қатыстыңыз ғой, сіз республикалық деңгейде. Ал енді бірақ та біздің еліміз, Құдайға шүкір, үлкен байтақ елміз ғой. Сондықтан биыл мысалға республикалық форумның алдында әрбір барлық жерде өтті. Барлық жерде республикалық, жергілікті жерлерде форумдар өткізілді. Ал республикалық деңгейде мысалға алдын ала министрлердің қатысуы, министрлермен кездесу өткізілді. Үкіметтік емес ұйымдармен кездесу болды. Өйткені әрбір салалық деңгейде өзінің әртүрлі қызықтыратын тақырыптар бойынша. Сонымен қатар, содан кейін оның қорытындысы негізінде сол азаматтық форум өтті. Қазір енді ұсынымдар легі жинақталып, соларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобасы даярлануда. Жақсы, рахмет. Жанар ханым, мен естуімше қазіргі Сенатта заң қабылданды, қателеспесем. Соңғы өзгерістер туралы айта аласыз ба? Үкіметтік емес ұйымдар. Қоғамдық бірлестіктер бойынша ма? Бірлестіктер бойынша. Қоғамдық бірлестіктер бойынша заңы парламентпен қабылданды. Қазіргі таңда мемлекет басшысына қол қоюға жіберілді. Онда енді бұл заңда бір ғана өзгеріс бар. Ол енді
заң төңірегін қарастыратын болсақ, бұл маңызды өзгерістердің бірі. Бұрын мысалға қоғамдық бірлестікті құру үшін 10 адам қосылу керек еді. Мгм. Ал қазір 3 адам жеткілікті. Яғни 3 адам бірлесіп, қоғамдық бірлестік құра алады. Бұл да енді жағдай жасаудың енді азаматтар үшін мемлекеттік басқару ісіне қатысуға азаматтарға жағдай жасалды деп танимыз. Ну, жеңілдету үстінде ғой қазір былай Иә, қарасақ. иә. Өте өйткені жеңілдетілді, мысалға 3 адам қосылып қоғамдық бірлестік құра алады. Ал егер мысалға бір тақырып бойынша қысқа мерзімді бір қоғамдық бақылауды іске асырғыларыңыз келетін болса, онда тек қана бақылау тобын құрып, сол жұмысты жасап, содан кейін болды, оған ешқандай мысалы тіркеу қажет емес. Мгм. Басқа енді қоғамдық бақылау заңы бойынша. Бұның барлығы енді азаматтар үшін жасалған жеңілдіктер деп білеміз біздің тарапымыздан. Жағдай Мгм. жасалып жатыр ғой енді қазіргі таңда мемлекет Рахмет. тарапынан. Жанар ханым, жалпы айтқан мәселеңіздің көбісін біз осы саланың азаматы ретінде көп нәрсені хабардармыз, білеміз. Бірақ дегенмен бізде мынау құқықтық мәдениет пен ақпараттық сауаттылық деген бар ғой. Әрине көп мәліметтер қазіргі таңда қолжетімді арнайы мемлекеттік сайттарда, бірақ дегенмен өзім сараптама жасап отырып қарасам, көбінесе мынау мемлекеттік деген өзі эмблемасы келіп тұрса, осы сайттар көп қаралым болмайды, былай айтқан кезде. Сол себептен кейде мен бір ұсыныстарым бар, енді эфирді пайдаланып сізге рахмет айтам. Әрине 30 минуттық неде бәрін қамти алмаймыз, өйткені бір қоғамдық кеңестің өзіне біраз түсініктеме жүргізуге болады түгін. Оның үстіне жаңағы грант, әлеуметтік тапсырыстардың өзінде көп мәселелер бар шулар. Бірақ енді мынау мемлекеттік құралдар дейді ғой, инструменты дейді орысша, именно қатысу жағынан. Қазіргі таңда мен ойымша, егер қателеспесем, мемлекет тарапынан үкіметтік еместердің құрылуына жағдай жасалған, жеңілдіктер бар. Сәйкесінше жаңағы 2-3 азаматқа бірлесіп, егер мақсат мұраттар бір болса, үкіметтік емес ашуға қатты бюрократия жоқ деп сенімді түрде айтуға болады ғой. Иә, әрине. Аха. Ешқандай бюрократия, тосқауыл деген жоқ қазір таңда. Енді одан кейінгі олардың жұмыс істеп кету үшін жаңағы мемлекеттік тарапынан, мен ойымша, министрліктер әрқашан консультация беруге ашық. Оның үстіне жаңағы азаматтық бастамалар қолдау орталығы бар, жаңа үйлестіру кеңестері бар. Барлығы осы бағытта жұмыс істей алады, жұмыс істеп жатыр да. Сенбеді. Ал иә, онымен қатар қазіргі таңда қаржыландыру мәселесі де жақсы жолға қойылған деп та сенімді түрде айтуға бола ма? Әрине сенімді түрде айта аламыз, өйткені мысалға тек қана динамика бізде, оң динамика жылдан жылға артуда. Саны ма, сапасы ма? Саны. Саны да. Жалпы көлемі деймін, қаржыландырудың көлемі. Жақсы. Енді аудитория осыны мән берсе, жалпы көмек бар, қаржыландыру бар. Енді эфирді қорытындыласақ, Жанар ханым, сізге көп рахмет. Мынау алтын уақытыңызды бөліп, жұмыстың арасында сұхбат бергеніңіз. Біздің каналымыз мақсаты жалпы осы құралдарды жеткіздіру халыққа, осы ұйымдарға. Дегенмен сөздің соңында мен бір ұсыныстар айтып кетсек, жаңаға бір айтып кеткенім, назар аударсаңыздар, жалпы мемлекеттік жаңағы гербі бар сайттар әрине бізде көп қаралым жиналмайды. Оны өздеріңіз де жақсы білесіздер, оған объективті причиналар бар, себептері. Сол себептен кейде осы ақпараттандыру, пиар мәселесінде негізгі жаңаша тағы да бір құралдарды пайдалану керек шығар деп ойлаймын. Өйткені жалпы енді ғана құрам деп жүрген азаматтар ғана емес, сол салада жүрген азаматтардың өзі көбінесе мынау енді олардың өзінің жеке құқықтық мәдениетіне байланысты шығар, бірақ сол кісілердің өздері толық ақпараттандыру жағынан төмен екен. Жалпы ұйымды жүргізу, жаңағындай ақпараттық, қаржылық мәселе жағында көбінесе жетіспейді. Сол тұрғыда жаңа площадка жасау керек па деп ойлаймын үлкен. Енді жаңа айтып кеттіңіз, Академия МПО деген, мен оны нақты білмейді екенмін. Ол жобаның жалпы көлемін, миссиясын, міндетін, бірақ енді атын өзі айтып тұрғандай, жалпы үкіметтік емес ұйымдарға көмек шығар деп ойлаймын.
иә, осындай жобаларды анау масштабирование дейді ғой орысша, масштабирование, ақпараттандыру кең көлемде сол жағына қолға алынса, мен ойымша бұл мемлекетке ұтымды инструменттер деп ойлаймын. Енді қорытындылап жіберсеңіз өзіңіз үкіметтік емес ұйымдарға не айтасыз? сізге рахмет. Енді бұл Мгм. да жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, түсіндіру ақпараттық жұмысы енді кейбір кездерде мүмкін жеткіліксіз, бірақ та енді сіздің каналыңыздың көрермендері үшін де бұл қажет ақпарат болған шығар деп ойлаймын. Болады Соған деп сенім, үміттенемін. үміттенемін. Жалпы сізге үлкен рахмет, өйткені бұл да енді сіздің азаматтық белсенділігіңіздің белгісі ғой. Өйткені жалпы өзіңіз бұл салада сіз енді білікті сарапшылардың бірі екенін біз білеміз, бірақ та соған қарамастан енді өз ойыңызбен, біліміңізбен бөлісем деп басқа азаматтармен. Сондықтан жұмысыңыз алға жүрсін, ал айтқан ұсынысыңыз қабылданды, біз мұнда қарастырамыз енді. Жалпы сізбен енді тікелей байланыстамыз ғой. Сондықтан Рахмет, ісіміз сәтті рахмет. болсын. Өздеріңізге де сәттілік. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз.